Ауыл мектептері оқушылары арасында республикалық пәндік олимпиаданың бірінші кезеңі бастау алды. Соның бірі нөмірі 2-ші Бескөл орта мектебінде ұйымдастырылды. Білім бәйгесі басталмас бұрын жастар акт залына жиналды. Мұнда тиісті ереже түсіндірілді. Айта кетейік, бүгін дарынды балалар ағылшын тілі пәнінен бақ сынайды. Оған қатысуға 8 бала өтінім берген. Ал қарашаның 27-сі күні математикадан өтетін олимпиадаға осы мектептің оқушысы Ләззат Серікбай қатыспақ. Ауыл балаларын қолдау мақсатында жүргізіліп жатқанына мен өте қуаныштымын. Менің дайындығыма 2 айдай уақыт кетті. Математика пәні мұғалімдерімен және де репетитор жалдап өзім дайындалдым. Республикалық пәндік олимпиадада 85 мыңнан астам жоғары сынып оқушысы бақ сынамақ. Ал облысқа келер болсақ 3 мыңға жоқ бала қатысады. Дода 13 пән бойынша өтеді. Ол қыздар өздерімен бірге тек қаламсап және қағазбен кіруі қажет. Олардың іс-әрекеті камералар арқылы да қадағаланады. Айта кеткен жөн, мұндай іс-шара елімізде бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Жалпы Қызылжар ауданын айтатын болсақ, 461 оқушы қатысып отыр. Сағат 10:00-де барлық республикамыз бір уақытта оқушылар бастайды. Жаңағы тапсырмалар ауылдардың KZ сайтында орналасқан. Сағат 10:00-де барлық оқушыларға тапсырмалар ашылатын болады. Бұл олимпиада бүгіннен бастап қарашаның 28-іне дейін созылған болады. 2 пән бойынша неміс тілі және француз тілі бұл олимпиадаға кірмеген. Айта кетсек, дода 3 кезеңнен тұрады. Екінші іріктеу кезеңін желтоқсан айында білім басқармалары өткізеді. Онда сүрінбегендер Астана қаласында өтетін республикалық олимпиадаға жолдама алады. Гүлден Сембаева, Шернияз Иманов, МТРК.